Осы орайда айта кетері, биыл 8 айда елімізде 7313 дана авто өндірілген екен. Бұл көліктердің жалпы құны 42 миллиард теңге шамасында. Жеңіл көлік өндіру көлемі былтырғы осы кезеңмен салыстырғанда 4 есе өсіп, 488-ден 1954 данаға дейін ұлғайған. Қаңтар мен тамыз аралығында отандық автозауыттар 6175 жеңіл көлік шығарыпты. Тағы бір апта өтері қазақстандықтардың 35% отандық машиналар таңдайтын болыпты. Жеңілдетілген 4%-дық үстемемен автонесие беру бағдарламасы жалғасады. Ол үшін ұлттық қордан 15 миллиард теңге бөлінді. Несиені қай банктер арқылы алуға болады? Отандық көліктердің орташа құны қандай? Автокредитті рәсімдеу барысында қандай құжаттар қажет? Тақырыпты әріптесім Гүлмайра Қуатбайқызы сабақтайды. Қазақстандық көлік құрастыру кәсіпорындарын қолдау бағдарламасы 2015 жылдың сәуірінен басталды. Өткен жылы аталған мақсатқа 15 миллиард теңге, ал осы жылдың қаңтар айында 11 миллиард теңге бөлінген болатын. Нәтижесінде 7000-нан астам темір тұлпар саудаланды. Отандық көлікке деген сұраныстың артуына байланысты, жуырда Қазақстанның даму банкі ұлттық қор қаражатынан аталған өндірісті қолдауға тағы 15 миллиард теңге бағыттап отыр. Бұған дейін жеңілдетілген автонесиеден құр қалған Асылбек биыл алғашқылардың бірі болып, төл тұлпарын таңдағанын айтады. Бірнеше достарым да бар осындай машина. Сол бүгін бірінші болып келіп жатырмын. Осындай көліктер бар. Жоғары сапасына көз жеткізгесін осындай көлікті таңдадым. Бұған дейін ала алмап едім 4%-мен. Енді бүгін естіп келіп жатырмын бүгін. 1,5 жылда жеңілдетілген бағдарлама бойынша 7730 көлік сатылды. Ең бастысы ел нарығында саудаланған темір тұлпарлардың 40% отандық өнім. Бұл рекордтық көрсеткіш. Бұған дейін автонесие мөлшеріне қатысты шектеу болған, яғни тек 5 миллион теңгенің көлігіне жеңілдетілген несие берілетін. Енді бұл шектеуді алып тастасақ, сұраныстың артатындығына сенімдіміз. Жеңілдетілген автонесиені банктер 3 жылдан 5 жылға дейін теңгемен береді. Сақтандыру және автокөлікті кепілге рәсімдеу шығындарын қосқанның өзінде жылдық үстеме 7,5%-ға жетпейді. Ең бастысы тек қолда бар құжаттар талап етіледі. Сондықтан бұл бағдарлама аз уақытта тиімділігін дәлелдеді. В рамках программы поддержка отечественных автопроизводителей. Біздің банк Қазақстанның көлік өндірісін қолдау бағдарламасын жүзеге асыруда көшбасшы саналады. Осы уақыт аралығында 1 миллиард теңгеден астам қаржыға автонесие рәсімдеп, түскен қаржыны қайта игеруге бағыттадық. Бірінші және екінші транш кезінде қаржы жетпей қалғандар болды. Тіпті автонесие алуға кезекке тұрғандар бар. Тұтынушыларға елімізде жиналатын белгілі көлік брендтерінің 37 үлгісі ұсынылады. Олардың толық тізімі Қазақстанның даму банкі сайтында жарияланған. Мына отандық көлік 4 миллион теңге тұрады. Темір тұлпар құнының 30%-ын алдын ала төлеген күннің өзінде банктердің әдеттегі 16-17%-дық үстемесі есебінен қомақты қаржыңыздан қағыласыз. Ал егер де тап осы көлікті жеңілдетілген 4%-дық үстемемен алар болсаңыз, отбасылық бюджетіңіз 3,5 есеге үнемделмек. Темір тұлпарды 5 жылға рәсімдеп, айына 59 мыңнан несие төлейсіз. Гүлмайра Қуатбайқызы, Арман Данышбаев, қорытынды жаңалықтар.